9 қабатты тұрғын үй осыдан 2 жыл бұрын мемлекеттік мекеме, әлеуметтік сала, сонымен қатар баспанаға кезекте тұрған тұрғындардың игілігі үшін салынған болатын. Әзірге жеке пәтер иесі кооперативінің қарамағында жоқ үйдің ауласында атқаратын шаруа да көп. Баланың көптігінен ойын алаңдарының қажеттігі туып отыр. Бұрын аула қаңырап бос тұрды. Ойын алаңдары болмағасын балалардың ермегі доп тебу болды. Қазір мұнда 100-ге жуық бала бар. Домда КСК жоқ, өздеріміз жаңағы. Каждый субботник көршілер бәріміз жиналып, осы дворды тазалап, бәрін ретке келтіреміз. Сол енді, бәрі өздеріміз күшімізбен селініп жатыр. Қағаздарымызды жинап қойдық жителдерден КСК-ға. Дальнейшем болатын болар енді. Жақын күндері 21-ші үйдің ауласында жаңа спорт және ойын алаңдары пайдалануға берілмекші. Аула тұрғыны жас жігіт балаларды жарылқады. Егісті қолға алып жатқан осы үйдің тұрғыны 30 жасар Диас Қужантаев деген азамат. Өз қаражатына ойын алаңдарын салуды жөн көріпті. Балалар үшін ойын алаңдарын орнатуды көптен бері жоспарлаған ол уақыты енді келгенін айтады. Здесь детей очень много в этом доме. Біз мекен ететін 21-ші үйде балалар өте көп. Бұрын басқа үйлерде тұрған кезде бала саны мұндай көп болған емес. Тұрғындар тығыз орналасқандықтан 21-ші үйде 100-ге жуық бала бар. Тұрғындар идеяны бірден құптады. Тіпті көпшілігі қолдан келгенше қолғабыстарын тигізіп, белсенділік танытуда. Менің ойымша бұл жалпыға ортақ іс. Бала үшін ойынның маңызы ерекше. Ойын ойнап ән салмай өсер бала болама демекші, бұл ойын жаттығу әрі қимыл қозғалыс. Бүгінгі таңда тұрғындар өз күшімен ойын алаңдарын орнату жұмыстарын бастап та кеткен. Қазір 21-ші аулада кешқұрым жұмыс қызу жүруде. Тұрғындар да белсенділік танытып, жауапкершілікпен қарауда. Бірі спорт алаңдарының қоршауларын түрлі түсті бояумен сырлап, айналасын ретке келтіруде. Диас Қожантаев қолға алған ойын алаңдарын 2 және 2,5 миллион теңгеге бағалап отыр. Бала дамуына бірден-бір септігі тиетін ойын алаңдарын өз қаражатына салып бермекші. Вот, так как у меня есть дети, также содействую. Менің де балаларым бар. Ауланы абаттандыруға көмегімді тигізіп жатырмын. Балалардың болашағы үшін жасалып жатқан игі-істер. Аулада бала көп, кішкентайлар да, жасөспірімдер де. Жақын күндері кішкентайлар әткеншек теуіп, ересектері спортпен шұғылдануға мүмкіндік алады. Кішкентай балалардың ойынына кедергі келтірмес үшін футбол, баскетбол, волейбол алаңының құрылғылары орнатылды. Диас алаңдарды орнатуға сапалы және көпке шыдайтын материалдарды сатып алған. Көршімізге отдельно үлкен рахмет тұрғындардың арасына. Барынша күш салысып көмектесіп жатыр. Осындай идея өзі айтып еді, соны құнттап биыл осы жасап нетіп жатырмыз. Мұндай сыйға тұрғындар дән риза. Олар балалардың салауатты өмір салтын ұстанып, бос уақыттарын тиімді өткізуге арналған сапалы әрі заманауи ойын алаңдарын ұқып тұстауға уәде беріп отыр. Жігіттер күндіз-түні жүріп осы жұмыстар жасап жатыр. Өзім осы жолдасында түнімен осы 1,5-ға дейін жүріп, осы демалыс уақытында жасап жатыр. Осы Диасқа рахмет айтамыз. Спонсор біздің осы ұйымдастырып, осы 21 үйдің жігіттеріне рахмет, который бәрі шығып жүрген. Сол балдар үшін ғой бәрі сол. Қаламызда әлде шағын аудандарда талапқа сай орнатылған ойын алаңдарына деген мұқтаждық жоқ емес. Ақсай қаласында жергілікті бюджет есебінен биыл 8 спорт және ойын алаңдарын салу жоспарда бар. Ал жеке тұрғындардың аула балалар үшін өз қаражатына алаң орнатуы бірінші жағдай. Жайнагүл Жеңісқызы, Азамат Бабағожиев, Қарашығанақ арнасы.